Баршаңызға қайырлы күн, Бауырсақ ТВ каналына қош келдіңіз. Бүгін баялдыдан, яғни баклажаннан төшін езікті ерекше қытырлақ әрі дәмді етіп әзірлейтін боламыз. Барлық қажетті затты видеоның астына жазып кететін боламын. Еще дегенді басып қарасаңыз болады. Ең алдымен баялдымызды жуып, тазалап әзірлеп аламыз, және де жіңішке, ұзыншақ етіп, видеодағыдай етіп турап аламыз. Қалыңдығы 5 мм-дай болуы қажет. Басы мен аяғын және екі жақ жағынан қажет емесін алып тастаймыз. Енді турап алған баялдыларымызды ұнға, панировочный сухариға және де жұмыртқаға аунататын боламыз. Жұмыртқамызды жарып, кішкене шым-шым тұз сеуіп, араластырып аламыз. Ең алдымен баялдымызды екі жағынан ұнға аунатамыз. Содан кейін жұмыртқаға және жұмыртқадан кейін панировочный сухариға аунатып аламыз. Аунатылған баялды тіліктерімізді тақтайларға тізіп алған ыңғайлы болады. Қызып тұрған сұйық майымызға баялдыларымызды екі жағынан қызартып отырып қуырып аламыз. Видео ұнаса лайк басып, арнамызға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Баялдымызды екі жағынан қуырып алған соң, сүлгіге немесе салфеткаға салып, майын сорғытып аламыз. Қызанағымызды ортасына салуға ыңғайлы етіп, жіңішкелеп турап аламыз. Сарымсағымызды өткіштен өткізіп, үстіне майонез қосамыз. Ашшыны ұнатсаңыз, 2 тіс сарымсақ қоссаңыз болады. Қуырылған баялды тіліктеріміздің үстіне майонезден әзірленген қоспамызды жағамыз. Бір шетіне қарай салат жапырағын және туралған қызанағымыздың бір тілігін қойып аламыз. Ыңғайлап, шетінен бастап ораймыз. Ең шетіне жеткенде ашылып қалмас үшін тіс шұқығышпен бекітіп қоямыз. Осы әдіспен қалған баялдыларымыздың барлығын орап аламыз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Бұл әдіспен жасалған төшін езігіміз өте дәмді, қытырлақ, ерекше болады. Дастарханға да әдемі болып көркін беріп тұрады. Егер майға қуырғанды ұнатпайтын болсаңыз, тура осы әдіспен әзірлеп алып, духовкаға 180 градуста 15 минут 20 минутқа дейін пісіріп алсаңыз болады. Сіздер де әзірлеп көріңіздер, ас болсын.